Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Почетный жалпы орта білім беретін мектебі 6 сынып оқушысы Нұртас Айдана, жетекшісі Бақтиярова Мөлдір Нұрболатқызы. Мен логистика мамандығын таңдаймын. Құдай берген қабілеттерді қолданбасам мен қорқар едім. Мен кейінге қалдыру мен жалқаулықтан көбірек қорқатын едім. Дензел Вашингтон. Бұл мамандық авторға не үшін тартымды? Мамандық өмірлік етіп бірақ таңдайтын деген пікір бар. Бірақ бұл пікір дұрыс емес. Өйткені адамдар өмір бойы таңдау жасайды. Адамның өз өмірге деген көзқарасы, қабілеті жылдармен өтуімен өзгеріп отырады. Еңбек рыногында кейбір мамандықтарға сұраныс азаяды, тіпті керек болмай қалады. Сол сияқты сұранысқа не жаңа мамандықтар да кіреді. Сондай мамандықтардың бірі логистика мамандығы. Қазақстанның дүниежүзілік рынокқа одан да әрі кіруге кәсіпқой логистердің ағылып келуін сөзсіз талап етеді. Логистика тауар қозғалысы процесінде материалдық және ақпараттық ағындар басқарудың теориясы мен іс тәжірибесі болып табылады. Кәсіптің шығу тарихы, шығу тегі. Ежелгі грек тіліне аударғанда логос сөзі ара қатынас дегенді білдіреді. Кейінірек логос қаржылық сипаттағы ұйымының мәніне ие болып логистикаға айналады. Ол есептеу, дұрыс ойлау деген мағынаны білдіреді. Анықтама: логистика материалдық және ақпараттық ағымдардың бастапқы көзінен ақырғы тұтынушыға дейінгі кеңістігі және уақыттағы қозғалысын жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, бақылау және тағы да басқа жөніндегі ғылым. Мамандықтың мазмұны: тауарларды жабдықтырушыдан тұтынушыға жеткізу кезінде орындалуы тиісті барлық физикалық операцияларды басқару. Адамның осы мамандыққа қажетті қасиеттері және қабілеттері: аналитикалық дағдылар, адамдармен жұмыс істей білу; ұйымдастырушылық қабілеті, техникалық дағдылар және де шешім қабылдау икемділігі мен қабілеті. Саланың оң жағы және кері жағы: бірыңғай мемлекеттік емтихансыз қабылдау 9 немесе 11 сыныптардан кейін. Бұл мамандық бойынша 17-18 жастан бастап жұмыс істеуге болады. Және де бұл мамандықта жұмыспен қамтуда қиындықтар жоқ. Әртүрлі адамдармен қарым-қатынас жасауға болады. Саланың кері жағы: үлкен жауапкершілік, мансап басындағы төмен жалақы. Шағын ұйымдарда мансаптық өсу жоқ. Сапалы білім беру үшін университеттер саны шектеулі. Таңдау өз қолында. Сапалы білім болашақтың кепілі. Осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады? Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Зак Немес университеті, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Тұран университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Мамандықтың адамдарға қажет салалары: көлік логистикасы, әуе жолы, темір жол, теңіз, автокөлік; менеджер, кеден агенті, сыртқы сауда бойынша маман және қойма логистикасы. Логист болып қай жерде жұмыс істеуге болады? Фирмалар, кәсіпорындар. Ал екіншісіне келетін болсақ, өндірістік орындар. Экспедициялық компаниялар, қоймаларда тауарларды тасу орындары. Атақты логисттер: ежелгі және барлық уақытта ең ұлы логист Александр Македонский болып саналады. Алексей Шпикельман, директор Байт Транзит Континент. Мамандықтың мансаптық болашағы: логист үшін мансаптық жылдам өсуі мүмкін. Бұл мамандық нарықта өте қажет. Логистика үлкен қарқынмен дамып келеді. Болашақта логистикалық менеджер, аға логист лауазымының көтерілуі. Логистика бөлімінің бастығы немесе логистика директоры болу үшін жоғары білім қажет. Ал енді қорытындыға келетін болсақ, логистика және қазіргі заман. Бүгінгі күні логистикаға белгілі бір жүкті қандай да бір көлікпен, мейлінше ыңғайлы және пайдалы жолдармен, теңізбен, құрлықпен, сумен және пойыздармен тасымалдауды білдіреді. Заманауи кәсіпорындарының айналымы өте үлкен, сондықтан оларға көлік және логистика ауадай қажет.